деп ұрар. Кім бар еді тағы деп отырайын ба мен? Ешкім танымаймын. Сен бармайсың десең. Сол үшін сен бармайсың. Дубляж өнерінің болашағына қатысты не айтасыз? Болашақ жоқ. Қайдан болашақ көп сен? Жоқ, қай жерден сен болашақ көп? Болашақ жоқ. Тек мен бармын десе. Мен, мамам, бота. Андрюша, еще бесем задымыз десе. Я ситуация. Сіздің серияңыз екен? Қайсы? Кетші, бастан аяқ па? Телевидениеға. Гедіз ба, таза өзі еще. Түнімен ішпей ұйықтағаным қандай дұрыс болған екен. Жегілеп шаршап кетесіз. Не жеттеріңіз бе? Қайырлы таң, қалайсыздар, жақсыздар ма? Мә, қайырлы таң емес, құрғы сағат 6 болды. Мен ана нені Лондонда болдым да, соның Лондонның уақытымен әлі шыға алмай жатырмын. Бізде 7 сағат қой Лондонның аэропортынан. Bir gün işsizim, Sandra Голливудтан бірақ шықпайыншы құрсыз. Айтып отырмын, мамасын айтып отыр еді. Сені айтады. Қайтадан мұндан? Общий ма? Сіздер жұмыс істегендеріңіз. Эльмира не беріп жатыр, режиссер болып. Не беріп жатыр? Қалай еді құрбы? Интервью беріп жатыр. Эльмир, болдың ба? Бұл жерде жынды прикол болды ғой. Саған сұрақ қойып жатыр ғой. Жалпы дубляждың болашағы бар ма? Қалай ойлайсың десе, сен бүйтіп жауап беріп жатсаң. Жоқ болашақ. Қай жерде болашақ көптісің? Болашақ жоқ, тек мен бармын. Мамам бар, бота бар, Андрюша, сен бар десең. Қай жерде болашақ көптісің? Ешқандай болашақ жоқ. Мына қағазды, мысалы біз дубляжда қағазды аламыз да, бұл жұмыс процесс. Бүйтіп нетеміз, жібітіп аламыз. Жібітіп аламыз да. Қазір күте тұрыңдаршы, мен бір жерге барып Қайрат. сосын бұлай бұл қағазды аламыз да. Жаңа сұрақ туындады ғой, сіздер қалай бастайсыздар деп. Міне бізге текст алып келді. Ешқандай дайындықсыз, ештеңе жоқ міне. Ей! Фу. Кешір қайыршы. Оқып жатырмыз, күлдірмеш, пожалуйста. Все, давайте, ребят. Кім бастайды? Кетті. Бисмилля, процесс басталды. Есік. Эльмира, ана өтірік болса да андай характер бірдеңе беріп қойшы, ондай істемейсің ғой, бірақ саудада. Телевидение үшін. Давай. Давай, кеттік. Нәре сен ғой? Нәре кім ғой? Нәре Алима басты кейіпкерді сомдайды. Эльван Пока екі қыз сөйлеседі. сол кімнің, Нәренің несі, абысыны, екеуі, бір үйдің қызы. Келіні, бір үйдің келіні. Ау. Қане айт. Қанша сағат үндемей отырамыз. Не болған айт? Жоқ, болмайды. Бүгін сенің ең қуанышты күнің. Мен көрмей отырмын кімді. Жоқ, болмайды. Бүгін сенің ең қуанышты күнің. Сен маған күйеуге шығамын деп келгенде мен саған ажырасамын дедім.
Ай, жұрттың көзінше бетіңді ашпайтын шығарсың. Масқара ғой мынау. Жиналып қарағым. телевизорды қорқып дейсің. Жасыл көрікті киіп алып қарашы қой. Бақа ұқсап. Жиналды алып кеттік. Намысты. Елва, яке саған не істеді? Опасыздық жасады. Дуду мен. Дуду? Дуду бірақ саған қарағанда әдемі ғой десе. Дұрыс ғой оныкі десе. Кетті. Біз танитын Дудуды айтасың ба? Алғаш естігенде барып шашын жылайын, бетіне түкірейін деп ойладым. Бірақ бара алмадым өз-өзіме. Создандым. Барып шашын жылайын, бетіне түкірейін деп ойладым. Бірақ мен бара алмадым. Өз-өзіме жетім Елван, бедеу Елван. Анаң сені керек қылмады, әкең сені керек қылмады. Енді күйеуің керек қылмаған үшін бетіне түкіресің бе дедім. Елван. Болатын сұмдық болды. Тағы да жалғыз қалудан қорықсаң, ол да болады дедім. Әйтсе де мен өлердей қорқамын, Нәре. Ажырасудан ба? Жоқ. Ажырасамын, одан қорықпаймын. Халиса ханымға қарамастан бір сәтте жеке жайдан да кетемін, одан да қорықпаймын. Отбасым болмаса да үй табылар. Жұмыс тауып, соны істермін, одан да қорықпаймын. Бірақ мен осы күнге дейін жалғыздықтан қашып келдім. Ал енді алғаш рет жалғыздықтан қашпаймын. Оған қарсы шығам. Бетпе-бет кездесемін. Ау. Осыны бітіртсек болды, одан кейін басылады дедіңіз. Келе тұр. Бетпе-бет кездесеміз. Бірақ оны қалай істесем екен? Содан қатты қорқамын. Ішіне ағып жүрсің. Біз жұмыс істеп жатырмыз ғой десең. Ұрсып тұрсаң. Қоқ жүрсең. Не алған жатырсың? Шық. Бағында мен қарап қойым бар. Жарық қалып бірдей қапсып. Көзімізді ауырды. Бітті ма? Екеуің ыңырсығандарың? Давай. Баста ұрт жүрдің ғой. Бұлдыр. Тұр кеттік. Қане? Қайда барамыз? Бірге әрекет етеміз. Жүр. Екеуің телевидение келеді, шаңқылдап кеттің ғой, бүйтіп оқымайтын еді ол күнделікті. Сен көреміз. Мен қолбырып кетсем, қайдыңыз қолбыртатын. Күштетті оқиын ба телевидениеға?
Десек кетті. Қайғыңызға ортақпын, дәрігер ханым. Ағаңыз тозаққа аттанып кетті. Аттанып кетіпті. А бұл гедиз емес пе? Нет, это гидиз, но у тебя не гидиз получается. Это гедиз, но это не гедиз деген қалай сенсің? Таусын. Кетті. Кетті. Қайғыңызға ортақпын, дәрігер ханым. Ағаңыз тозаққа аттанып кетті. Қайғыңызға ортақпын, дәрігер ханым. Ағаңыз тозаққа аттанып кетті. Қайғыңызға ортақпын, дәрігер ханым. Тамаққа тапсырыс бердім. Егер басқа тамақ жегін келсе... Жоқ, сол болады. Рахмет. Ағамның телефоны сенде қайдан жүр? Оны айтсам ашуланатын шығарсың. Содан кейін дос бола алмаймыз. Дос болғанымыз екеумізге де тиімді екенін еще раз. Бола алмаймыз. Дос болғанымыз екеумізге де тиімді екеніне күмәнің болмасын. Көзің қызарып кетіпті. Іште көп жыладың ба? Бәрі жақсы. Айып етпе, қайғыңды бөлісе алмаймын. Ақынның есуас болғанын екеуміз де жақсы білеміз. Есуастарда біреудің ағасы. Жақсы көрдің бе сонда? Ақын жалғыз жақыным болатын. Енді ешкімім қалмады. Мүлде ешкімің жоқ ба? Жоқ. Апам бала кезінде өлген. Өзіне қол салды. Ал әкемді көрген емеспін. Ал әкемді көрген емеспін. Мен көрдім. Ол да өзіне қол салды десе. Кеттік. Мен әкең көрдім. Әкең олсыз. Кетті. Өте жақсы. Өте жақсы. Оскар марапаты дәрігер Сахра Ялшынға беріледі. Өте жақсы. Нәрені осылай алдадың ба? Әкесі өскен қыз болып көріндің бе? Жоқ. Апасы өзіне қол салған қыз болып көрінді. Айтпақшы, апам шынымен өзін өлтірген. Әкем мен тумай жатып өлген. Есуас болсам себебі бар дейсің бе? Мен ешқандай есуас емеспін. Жарайды. Нәрені алдауға тырысқанды мойындаймын. Өйткені Санжар Ефеұлының ағама не істегенін білуім керек еді. Сенің оқиған қандай? Мен Санжар Ефеұлының түрмеге қамалғанын қалаймын. Бірақ мәйіт жоқ болса, ешкім соттамайды. Сол себепті тезірек мәйітті табуым керек. Әрине, олар саған айтпайтын анық. Дұрыс. Сол үшін менен көмек сұрадың ба? Дұшпандарының арасына іріткі салайын дедің бе? Іріткі болғанда қандай? Мен туралы естіп пе едің? Атыңды естігенмін. Бұрын Санжар екеуің дос болған екенсіңдер. Сосын әрі үшін араздасып қалыпсыңдар. Қақыраман айтты ма? Ауруханада жатқанда барғаныңда білем. Барғаныңда жатқанда ауруханада білемін. Айше, не құрышты? Бұтық еді. Шықшы. Бір бағылар, берекеттеді. Бұтық кетші. Қаш бір құтықды болу.
Берекет алып қойып жүрсең. Не қылған зат? Кет! Бар жара жаққа! Мұйың баған! Үйтіп түсірмей-ақ қойдар бізді! Керек жоқ! Осы уақытқа дейін қайда болдыңдар? 15 жыл осы жерде отқанда. Құрттай бір орган шақырып ек орыстарды. Бәрің бізді іздеп келдіңдер. Керек жоқ, барыңдар! Сендерсіз-ақ та өмір сүрдік. Аяқ асты керек болып қалған екенбіз біздер. Қайда қалдың мен кредит төлеп, қиналып жүрген кезде? Қайда қалдың мен квартира ауыстырып жүргенде? Қайда қалдың? Айдалада қалдың. Не пәленшем жеткен десем қайда қалдың? Екі бала жер болып ұялып кетті. Кешірім. Сендер кетесіңдер ме жоқ па? Онда қайда? Милиция шақырам. Екеуі соттасың. Осы жаққа подвалға түсті, содан кейін ешкім көрмеген бе екеуі. Иә, материал жоқ. Иә, материал жоқ. Аллар 3 жылдан кейін шыққандан кейін түсірсе. Бүкіл материал соларда деп. Ойбай. Біреу келді түсіруге де бақаттың подвалға келген Адам жалмайды студентім. Подвалға тастаған десем де жүрсе болады. Күледі ғой. Оттай орган шақыра алып еді, бізді іздей қалыпсыңдар деген сұмдық қой. Кетті. Господи, извиняюсь. Кетті ме аналар? Оқымайын десең кетесің. Әлі жүрмей бұлар? Болды ғой. Жинал, кет, бармаға! Бағдарлама кіріп кел, Ләйлаға ұрсын. Неге шақырдың? Неге шақырдың бізді? Біз жұмыс істеп атқан жоқпыз. Шашы жұлып Ләйланың ше. Төбелесіп кетсең, ана жері бар ғой, не болып кетсе. Окно болып кетсе, передач ше. Окна ма? Андрей Малах болып кетсе, қырылып қалса. Жоқ, Нагиев жүргізген ол Жоқ, ойлашы, студияда дубляж актерлары Қайрат Әділгерей дегенде жүгіріп бар. Бірден Ләйлаға, сенің кесірің десең. Ток-шоу қылып жіберсең, ойлашы. Ой, я извиняюсь, ребята, кешіріңіздер. Күшті болар еді, бірақ. Ой, мен жоқта не істедіңдер, Эльмира, болдың ба? Кеттік әрі. Не ол, талып болдың ба? Үндемей алдың. Ой, кешіріңдер. Рахмет. Аман жүріңдер. Ертеңгі ақшаларың бар ғой? Бездіріп жібердік қой. Екеуі ұялып қашып бара тұр ғой. Түксемесе де ше. Виноват. Енді ойға біз жұмсамай-ақ қоймыш сөйтіп жүр. Лучше психбольницадан барып интервью алайықшы деген шығар. Мыналардан алғанша. Режиссердің түрі анау. Эльмира бітс. Идиотина недоделанная. Не сүйет. Ал бастайық. Идиотина недоделанный деген статуспен жұмыс бастап кетейік. Ауруханада жатқанда барғаныңды білем. Әлде менекше ме? Мүмкін Санжарды қахраманның баласымен қалай алдайтындарыңды талқылағанда мен туралы айтқан шығарсыңдар.
Тек Менекшенің үйінде қалғаның қызық емес. Санжар немесе басқа біреу көреді деп қорықпайсың ба? Менің Менекшемен тұрып жатқанымды қайдан білесің? Ағам екеуміздің хабарламаларымызды оқығаныңды білем. Оған қоса мені аңдыттың ба? Иә. Жарай ма? Келістік пе? Жарай ма? Келістік пе? Санжарды бірге түрмеге қамаймыз ба? Өлтіруге болмайды, кішкентай Өсуас. Өз-өзіңді ұста. Санжар бар болғаны қамалады. Ол кезде Мелек пен Нәреге зиян тимеуі тиіс. Түсіндің ғой? Не үшін шартыңды қабылдауың керек? Білмеймін. Менекшенің жалған некесі туралы айтпағаным үшін шығар. Маған бәрібір. Ол Ол Менекшенің мәселесі. Мен оларға ағама уәде берген соң көмектескелі жүрмін. Бір жағынан Жайланды жақсы көріп кеткен сияқтымын. Қызық екен. Жайланды не үшін ұнаттың? Білмеймін. Ол да жалғыз. Мен сияқты.